келесі жекпе-жек жеңіл салмақта өтеді. Ladies and gentlemen, the next fight in lightweight division introducing fighting out of the blue corner. He is 21 years old. His professional record 1 loss. Stands 175 centimeters tall. His weight 70.8 kilograms. Fighting out of Karaganda, Kazakhstan. Қарсы алыңыздар, Даниал Шарипов. Және оның қарсыласы алаңның қызыл бұрышы. His opponent fighting out of the red corner. He is 20 years old. His professional record 3 wins. Stands 185 centimeters tall. His weight 70.8 kilograms. Fighting out of Алматы, Қазақстан. Ханымдар мен мырзалар, қарсы алыңыздар, Аслан Искандеров. Рефери Ақбеба Сербаева. Мені мұқият тыңдаймыз, топтан кейін жұмыс жасамаймыз. Ережені білесіңдер, ережені бұзбаймыз, қол алсамыз, бұрыштарымызға сәттілік. Жекпе-жегіміз басталға жақын. Бірінші раунд Даниал Шарипов және Аслан Искандеров. Бұл екі жауынгер үшін реванш. Но, Сергей, перед началом этого боя напомню о двух очень важных вещах, потому что партнер промоушена Найза — это букмекерская компания Олимбет. Олимбет — это широкие линии, большие коэффициенты, кэшбэки реальными деньгами и умопомрачительные розыгрыши. Регистрируйся, погружайся в мир спорта на полную, твоя первая ставка уже застрахована. И, конечно же, партнер трансляции — это лучший партнер. Искандеров и навалился на соперника. Тейкдаун бар, міне. Жаңа ғана айтып жатырмыз ғой, реванш деп. Искандеров егер бұл айқаста жеңіске жететін болса, екі, яғни дубль жеңістің ақтаратыны. Ал Шарипов үшін бұл да принципке толы айқас. И кеткен есені қайтару керек. Мне казалось, что можно развить успех и в стойке, но при этом последовал перевод Искандерова. Это шанс для Шарипова, чтобы немного перевести дух. Я, алғашқы секундтардан айқастың қарқыны бір найзағайдай жарқ ете қалған соққылармен, одан кейін көз ілеспес жылдамдықта орындалған тейкдаунмен есте қалса да, бірақ қазір қарқыны бірден басылды. Жігіттер 5 қаруын сайлап шыққан. Қандай қаруды іске қоса да, қандай тактикада айқас өрнегін тамашалай аламыз. Бұл енді алдағы минуттардың еншісіндегі шаруа. Сонымен қатар тағы бір Найза 68 турнирінің тағы бір басты серіктесі Gorilla Energy сусына. Бұл тек қана энергетикалық сусын емес, бұл сіздің көрермендер үшін жаңа күш пен қуаттың қайнар көзі екендігін естеріңізге саламыз. Айқас осылай жалғасуда. Міне, Искандеров қарсыласының үстіне төнген қалпы. Осында бір қылқындыру. Қызықты әдістің шетін шығарды. Он заблокировал, да, шанс для Шарипова, чтобы развернуться. И сейчас Искандеров очень близок к финишу. Выкрутится ли Шарипов? Да. Но при этом пересаживается Искандеров. Отсюда он будет забивать соперника. Фулл-маунте. Кеудесіне қонған қарсыласын осы көкірегінен қағып түсіргісі келіп тұр Шарипов. Тағы да бір ұмтылыс. Астында жатса да, алуға түскен балықта осылай шоршып ұстатпайды. Шарипов, тұруға мүмкіндік қарастыруда. Но уже лучше. Искандеров әзірге мүмкіндік беретін емес. Жаңа бір қылқындыру әдісін жүзеге асыруға тырысып көрді. Дегенмен бұл ұмтылыс сәтсіздеу. Міне тағы да бір ақыр, меніңше Искандеров қарсыласын алдап жүрген сияқты, осындай қолдың астынан әрекет жасау арқылы бір ауырту тәсілін бекен. Басқа позициядан Шариповтың қорғанысынан осал іздеп көретіні түсінікті. Пытается достать руку Шарипов при этом, но правда, у Искандерова просто-напросто очень богатый арсенал. И все из загашников доставать не собирается. Он хороший в стойке и в борьбе. И сейчас просто за счет давления, мощи физической, в первую очередь, конечно, он будет просто доминировать над соперником. Так и происходит. Пока 3 минуты в пользу Искандерова. Он опять сверху вновь закрывает гард Шарипов.
Және бұл тұста қарсыластың, яғни Искандеровтың айқасқа құрып шыққан басты жоспарының бірі осылай қарсыласты байлап, матап, қысу арқылы шаршату. Менің ойымша, ол енді түсінікті. Қазір біраз күші сарқылғаннан кейін Шариповтың қимыл қозғалысы қандай болады? Сол Даниял үшін бұл басты сұрақ, ал қазір Аслан асығып жатқан жоқ, тағы да соққы бар. Енді Шарипов тұрып кетуге ұмтылыс, талпыныс жасап көре ме? Позиция өзгерген жоқ. Искандеров те бір өктем қимылдарға барып жатқан жоқ әзірге. Шынтақпен қарып түсіруге тырысты. Да, уже требуют болельщики, чтобы подняли бойцов в стойку, но при этом очень активно работает Искандеров и по корпусу пробивает, и время от времени поднимается на этаж выше. Шарипов активно пытается сбросить соперника и вместо этого скорее активно снимает шорты с Аслана Искандерова. Локти пошли! Наваливает Искандеров из этой позиции, вытягивает, за спину выходит и попытается выйти на удушку. Наверняка, что может ему помешать в этом случае. Шариповтың әзірге енді бұл тұста қорықпаса болады, өйткені Искандеровтың ұмтылысы сәл ғана бір қателіктермен болды деп айтсақ жарасатын шығар. Аяқпен түйіндеп тұр, бірақ уақыт аяқталды. Бірінші раунд. Енді түсінікті партидегі басымдық сөзсіз Аслан Искандеровтың жағында, ал Даниял үшін қазір бағана бірінші раундтың алғашқы секундтарында өткізіп алған соққыдан кейінгі күрделі өзгеріс қажет. Өз бұрышы секундантары міне қайталау, осы екі соққы аяқпен алдан ұстап барып, осы бір хай-кик шынында шешуші рөл атқарды десек болады. Көз жазып қалды. Да, мне казалось, что можно было все закончить. Вот, посмотрите, этот левый хай-кик, который просто не заметил Шарипов. А дальше Искандеров просто переводит соперника. И, как я и говорил, за счет мощи, в первую очередь, забивает соперника. Но, кстати говоря, разница по ударам не столь существенная. Однако 4,5 с лишним минуты контроля — это серьезно. Первый раунд, понятно, за Аслан, за одаренный. Талантты деген лақап аты бар Аслан Искандеровке қарсы. Даниял жергілікті өзінің туған қаласының жанкүйерлердің алдында қандай тосын сый көрсете алады. Ұмтылыс, алғашқы соққы жақсы. Шарипов бірден шабуылға көшті. Қолмен екі соққы, аяқпен бір шабуылын ыңғайлап көрді. Және тіке соққы қолмен. Қауіпті Искандеров бар, прячет этот правый прямой. Шарипов. Искандеров особо даже не вкладывался, но просто развернул соперника, отбросил его. Простым тычком. Ой, двойка хороший по корпусу. Комбинация Искандеровтың орындауында өте жақсы, жемісті болуда. Тағы да тейкдаун болды. Енді егер Даниял тұрып кетуге мүмкіндік тапса ғана, бұл жерде Искандеровтың құрсауынан шыға алады. Егер оған күш қуаты жете қоймаса, онда опять пытается вытащить руку. Қиын жағдайға тап болғаны түсінікті. Шикарный тайминг ловит Искандеров. Шарипов қазір астында жатса да асығатын емес. Ал енді Искандеров ақырын ғана бір қолын қарсыласының ефтісін алып келді. Бағанағы бірінші раундта көрсеткен бір қолмен мойнын қоса қапсыра құшақтау арқылы осы бір тұншықтыру, қылғындыру әдісін орында көрілме. Тұрып кетті аяққа. Искандеров мүмкіндік тұрған сәтте уысынан шығарып алды Шариповты бақылауынан. Қазір енді тағы да позициялық шабуыл. Тағы да аяқты өткізбеуге тырысқан Шарипов қарсыластың қос аяғын
Екі бұттың ортасына осылай қысу арқылы тұсаулап тастады. Искандеров сытылып шыға келді. Меніңше бұл екі азаматтың тек тұрып төбелесу әлде қайда тартымдырақ, тартыстырақ өтетін де сыңайлы. Искандеров ширақтық бар, әйтеуір толассыз қысым көрсетуде. Бұл өте сәтті стратегиялық шешім. Да, это, наверное, было бы ожидаемо от более взрослого спортсмена, более опытного точно, потому что это, правда, победная такая тактика, при этом блокирует руку Искандера. Ох, какой! И неужели сейчас может на выйти? Но Шарипов! Он искал этот шанс и сейчас! Искандеровтың бетчізбен ауыр сұлудың әнсі байқалады. Шарипов бұл мүмкіндікті қалайда жібермеу керегін жақсы ұғынады. Тарта түскен сәті қалай беріледі ме Искандеров? Жоқ, шығарып үлгерді. Жоқ, бір сантиметрлер шешім қалдан сәттенді, позиция өзгерді. Қазір Даниял Шарипов қарсылас мүле. Тағы бір қауіпті әдіс. Бұнау ерекше сенсация болайын деп тұрады жанкүйерлер. Қазір менде Шарипов шынтармен бағанан бері күтті ғой осы сәтті. Жергілікті жанкүйер жұрттың қолдауы да қанаттандырып жатқандығы түсінікті. Осылайша Даниял Шарипов қазір қарсыласта қылғында. Міне, ақырын жүріп анықпас, еңбегін кетпес далаға деген, сөзсіз керемет эмоция, керемет жеңіс және реванш және Даниял Шарипов қарсыласынан өз есесін қайтарды. Енді бұл жігіттердің трилогиясын көруіміз керек. Ардақ жанкүйерлер. После столь неконкурентного первого раунда во втором Шарипов вначале должен был выйти на болевой, а дальше нашел шанс для треугольника и засабмитил своего соперника. Это победа. Шарипов удивил весь Казахстан. Первое поражение для Аслана Искандерова. Казалось бы, все было под контролем, но в один момент стоило потерять концентрацию, отдать руку, и все с этого и началось. Возможно, нас ждет трилогия. Но представьте себе, эти парни только начинают свою карьеру и при этом должны уже в третий раз столкнуться из-за того, чтобы все-таки выявить сильнейшего. Аслан уже уходит. Точнее, его буквально уводят в этот момент. Из клетки, да, Эдуард Базров, а у него просто такое ощущение, что на нем нет лица, во-первых. С таким суровым и свирепым взглядом он проводил Аслана Искандерова в этот момент. Ну, а мы ждем, когда объявят победителя. Это заслуженная победа для Данияла Шарипова. Шикарный финиш. Это тот момент и тот случай, когда ты ждешь и находишь. Аслана просто вот так затащили в клетку. Пошел за ним Эдуард Базров. Ladies and gentlemen, referee Akhtar Eskirbaylo hold this in 3 minutes 49 seconds of round number 2. Winner by submission, fighter of the blue corner, Daniyal Shah.